Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қазфильмс. Бүгін мен сіздерге Бойка, яғни Неоспоримый 2 фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Өткен жолы сіздерге Неоспоримый 3 фильмін айтып берген болатынмын. Осы жолы сіздерге Бойканың аяғы қалай сынғаны жайлы тарихын айтып беретін боламын. Және де оның түрмедегі атағын кім түсіргені жайлы баян етіп беретін боламын. Ендеше лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп, достарыңызға бұл видеоны жіберуді ұмытып кетпеңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Фильм Россияның Черная холмы деген қатаң режимдегі түрмеден басталады. Бұл түрмеде өздеріңізге белгілі төбелестің хас шебері Юрий Бойка есімді жігіт жазасын өтеп жатқан болатын. Бұл түрмеде ережесіз жекпе-жектен чемпионаттар өтіп тұратын. Юрий Бойка бұл чемпионаттың нағыз атаманы десек те болады. Одан тіпті охранниктердің өзі қорқатын. Бойка өзімен тірескендерді ешқашан аямады. Ол өзінің чемпионаттарын әрқашан қатыгез түрде өткізетін. Бойкаға тіпті ешкім қарсы тұра алмайтын. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі тікелей эфирдегі жекпе-жегімізді бүкіл Россия мен европалықтар көреді. Алдарыңызда шығатын бірінші жекпе-жектің өнері ол 14 мәрте жеңіске жеткен. 104 келі салмақтағы Киевтің чемпионаты, яғни түрмесінің чемпионы десек те болады. Оның отырған себебі 2 адамды өлтірген болатын. Және алдарыңызда шығатын келесі қатысушымыз 34 жекпе-жегін жеңіспен аяқтаған, қарсыласын уақытынан бұрын нокаутқа жіберетін 3 адамды аяусыз өлтірген, біздің түрменің ешбір жеңіліс тәмін татып көрмеген Юрий Бойка. Бойка. Мырзалар, тырнауға болмайды, көттен шығуға болмайды, тістеуге болмайды, шаштан тартуға болмайды. Жекпе-жек! Әдеттегідей айырып тастадығы уақытына жетпей. Қайта тұрғаным үшін өлтірем. Барлық шенділер мен мафиозниктер әрине Бойкаға сеніп ақша тіккен болатын. Тіккен ставкалары сәтті болып, олар ақшаға кенеледі. Және де сол жердегі жергілікті бизнесмен осы турнирді ұйымдастырып жатқан болатын. Бұл жекпе-жекті ұйымдастыратын осы шал болатын. Бұл бизнесмен өзінің адамдарына әйгілі боксшы, яғни сол чемпионның үйіне олар келеді. Және сол чемпионның үйіне келіп, олар есірткі тастап кетеді. Келген полицейлер бұл істі боксшыдан көріп, оны түрмеге алып кетеді. Осылайша история басталды. Ол бизнесмен шоу жасау үшін бұны әдейі алып келген болатын түрмеге. Егер бұл Бойканы жеңетін болса ғана бостандыққа шыға алады. Ал боксшы болса бұны әлі білмейтін еді. Ол түрмеге келе салып Бойкамен тіресіп қалады. Жол жетеді ғой, ары жүрсең қайтеді менен алыс. Төбелесті Бойка бастаса да боксшы ғана жазаланатын. Ол тіпті сұмдық жазаларымен жазаланатын. Оны тіпті крисаларға толы сасық бөлмеге де қамап қойған болатын. Аштан бұратылып отырған боксшыға ол жерде жүрген мәңгіге отырған шал келіп оған тамақ береді. Ол коляскадағы шал боксшыға оны бизнесмен әдейі алып келгенін айтады. Бұл боксшының аты Чимберс болатын. Ол Чимберске келісімге келейік деп айтады. Чимберс оған қандай келісім деген кезде бизнесмен егерде менің Бойка есімді чемпионымды жеңсең сен бостандыққа шыға аласың деп оған ашық айтады. Ақыры жекпе-жек ұйымдастырылатын күнде келіп жетеді. Чимберс өзінің секунданты ретінде оның камераласын қасына ертіп алады. Ал міне бой басталды. Чимберс Бойкаға қарсы. Мына түрмеден аман шығам деп ойлама. Мен сені бір соққымен талдырам. Чимберс Бойканы бірінші раундта талдырып тастайды. Оның ауыр соққыларынан Бойка ұйықтап кетеді.
Бірақ Бойка тұрып кетеді, және де осылайша бірінші раунд аяқталды. Үзілісте Чемберстің секундантына біреу су ұстатып кетеді, және де сол суды ол Чемберске береді. Ол суды ішіп алғаннан кейін Чемберстің басы айналып көзі қарауытып кетеді. Осының кесірінен ол басы айналып қалады. Ал Бойка болса бұл сәтті пайдаланып соққылардың астына алады. Бойка Чемберсті аюан соққымен сұлатып түсіреді. Осылайша Чемберс ұтылып қалады. Болды, Чемберс жеңілді. Ол түрмеде мәңгілікке қалады деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Ақыры тексере келе оны уланып қалғандықтан жеңілгенін барлығы біліп қояды. Бұны білген Бойка өзінің шабармандарының бірі оны улап тастағанын біледі. Ал Бойка болса өзінің жекпе-жегін арам түрде жеңгеніне қапаланып оны өлтіріп тастайды. Мен сендерге оны ула дедім ба? Ақыры ақылдаса келе екінші жекпе-жек, яғни қайтадан реванш ұйымдастырылатын болып шығады. Чемберс оған бокс қана емес, басқа да тәсілдерді үйреніп жаттығу керектігін түсіндеді. Және де шал оған көмектесетінін айтады. Шырағым, мен байыс емеспін, бірақ адамдарды қалай қинау керектігін білемін. Көрерміз әлі жекпе-жекте кімнің кім екенін. Мен оның көзін құртамын. Ешкім оған көмектесе алмай қалатын болады. Екі боец те жақсы дайындалады, және де бой болатын күнде келіп жетеді. Ақыры міне бой басталды. Стоп, жігіттер, тоқтаңдар, болды, раунд аяқталды, тоқтаңдар. Үзілісте шал оған бұл сенің соңғы шанысың деп айтады, және де осыдан жеңбесең түрмеде мәңгілікке қаласың деп оны қорқытып айтып қояды. Ей шырағым, тыңдашы, егер оны жеңбейтін болсаң, мен сияқты түрмеде шіріп қалатын боласың. Ақыры Чемберс Бойканың аяғын ұстап алады, және де оны сындыруға кіріседі. Шал үйреткен әдіспен оның тізесіне қатты басады. Бұл әдісті оған шал үйреткен болатын. Аяқты иығыңа қоясың, басыңды аяққа қарай қисайтып бас. Қаттырақ бассаңшы. Бар күшіңмен бас. Онда мен оны сындырамын ғой. Бас. Әдемі. Ойбай, жаным-ай, ойбай, аяғым. Жекпе-жек аяқталған соң бизнесмен уәдесінде тұрып, оны бостандыққа шығарады, және де ставкаға тіккен ақшасынан оған бір чемодан береді. Бұл бір чемодан ақшаны көрген Чемберс түрменің бастығына барады. Короче, әңгіме бар. Қандай? Чемберс түрменің бастығына бір чемодан ақшаны беріп, шалды бұл жерден алып кетуін айтады. Ол шалға барып еді, шал оған қоштасуға келдің ба деп сұрақ қояды. Чемберс болса оған менің күртешем сенде ме деп сұрақ қояды. Ал Шалекең болса ол күртешені алып шығып міне деп көрсетеді. Не ғой, мына күртешені қазір киіп ал. Не үшін? Сен біраздан бері түрмеде жатырсың. Қызыңмен кезікпегелі біраз уақыт болыпты. Мен сені қызыңмен кездесуге алып барайын деп оны түрмеден алып кетеді, және оларды сыртта машина күтіп тұрған болатын. Чемберс болса ол шалды өзінің қызымен кездестіруге алып келеді, және олар қызын күтіп тұреді, ол келеді. Шал болса өзінің суретіндегі кішкентай қызы болса өсіп кеткенін көреді, және де көзіне қуаныштың жасын алады. Осылайша Чемберс өз жолымен кетіп қалады. Осылайша фильм аяқталады. Егер де сіздерге менің баяндамам ұнайтын болса, лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытып кетпеңіздер, және де менің каналыма кіріп басқа да қызықты видеоларды қарап кетсеңіз болады. Және де осының жалғасы бар. Егер де сіздерге жалғасы ұнайтын болса, арнамызға кіріп осының жалғасын көрсеңіздер болады. Ол жерде Неоспоримый 3, яғни Бойка туралы болады. Сіздермен бірге болған мен Қазфильмс, келесі жүздескенше.